Саламатсыздар ма, балалар? Саламатсыздар, ұстаз. Бір-бірімізге серікпіз, бірлікке мәңгі берікпіз. Мақсатымыз білім алу, міндетіміз еңбектену, беске қолды жеткізу. Отыра бойында. Сабаққа дайынбыз ба? Жарайды. Олай болса балалар, мына жерде сан есім тұр. Тақсандар мен шықсандар аламыздағы екі топқа бөлініп отырамыз. Тақсандар бірінші топ, жұпсандар екінші топ. Жарайды, үйіміз орындап кетіп па? Иә, тәттеден ашып отыра қойында. Сол қорытуғасында, біздің қол шақырымызда есептік сан есім тұр, соны іреттік сан есімге айналып айтамыз. Назарбек шыға қой. 12-12-ші. Отыра қой, тілін ашық. Бесінші. 27-27-ші. Өте жақсы. Кезектес шыға беріңдер. Шадияна. 27-27-ші. Шыға бер. Тез-тез. 86-86-ші. Зиба. 45-45-ші. Тез-тез. Диар. 545-545-ші. Дидара. 104-104-ші. 3-3-ші. 208-208-ші. Жарайды балдар. Отыра қойыңдар. Енді біз бүгінгі сабағымыздың тақырыбын ашып алайық. Адасқан әріптерді сабақтың тақырыбын. Үміт. Судың пайдасы. Жарайды балалар. Бүгін біз судың пайдасын өтеміз. Кәнекей балалар, судың пайдасы қандай болады? Тілнәс. Біз суды ішеміз. Иә. Дидара. Сумен тамақ істейміз. Зиба. Сумен балды суарамыз. Үміт. Бал-бақшада суарамыз. Рушана. Судың көлді сумен суарамыз. Өзі сумен суарамыз. Назарбек. Сусыз өмір жоқ. Жақсы балдар. Сусыз өмір жоқ. Сумен су ішеміз, тамақ істейміз, шөл десек су ішеміз, иә? Су тазалық кепіні. Шөл деген кезде сусын болады, жай салған жеміс жидектерді, өсімдіктер суарамыз, жан-жануарларға су керек. Барлығына сусыз болмайды. Балалар, және тағы да біз сан есім өткен болатындығымыз. Сан есім өткен кім айтады? Зеп айтады. Сан есім заттың санын, мөлшерін, ретін, түрбетін сөздерді сан есім дейміз. Сан есімнің сұрақтары қанша, нешінші, неше. Сан есімнің түрлері кім айтады? Тілнәс айта ғой. Есептік, реттік, болжалдық, топтау, бөлшектік, жинақтық. Жарайды. Өте жақсы. Судың пайдасын барлығын жақсы. Енді екі топқа мен қазір топпен қорғайсыздар тапсырма беремін. Бірінші топ судың пайдасын жазып шығады, екінші топ судың маңызын, қасиетін жазып шығады. Біректе саламыз. Жасындарды бір оқушы қорғайды. Жаза қойыңдар. Кім шығады? Шыға ғой. Сабина. Бірінші топқа Сабина шықты. Екінші топқа айтып Судың пайдасы. Сумен тамақ пісіреміз. Сумен балды суарамыз. Сумен гүлдерді суарамыз. Суды біз ішеміз. Сусыз өмір жоқ. Өте жақсы. Дидара шыға ғой екінші топтан. Судың маңызы. Иіссіз, мөлдір, газ, қатты, тұщы. Өте жақсы отырғандар. Балалар, енді біз қазір құпия жәшік ойын ойнаймыз. Құпия жәшікте сұрақтар жасалған, соған толық жауап береміз. Үміт. Оқи қой. Сан есімді табыңыз, айда 5 жаста. Бұл жерде сан есім 5. Жақсы. Келесі. Зиба. Шекті 30. Шекті 30 дейді. Сан есімді түрлерін атаңыз. Есептік, зеттік, жинақтау, бөлшектік, топтау. Дұрыс, өте жақсы. Келесі. Кім? Назарбек. Мен бірінші жинақ таймаймын. Су қандай болады? Сус. Иіссіз, мөлдір. Иіссіз, дәмсіз, түссіз. Жақсы. Диар. Адам күніне неше литр су ішу керек? Адам күніне 2 литр су ішу керек. Оқулықтан үшінші тапсырма қараймыз, мәтінмен жұмыс. Адам ағзасына судың көп пайдасы бар. Себебі мидан бастап асқазанға дейін барлық мүше суды қажет етеді. Сондықтан күнде таңертең су ішу керек. Дәрігерлер судың жемектерден пайдасын атап көрсетеді. Дене температурасын тұрақты ұстап тұрады, оттегі тасымалдайды, бүйрек пен бауырдағы қалдықтарды тазалайды, дәрімен мен минералдарды таратады, денені жарақаттанудан қорғайды, жасушалар мен бұлшықеттерді біріктіреді,
тері жасушаларын ылғалдандырады. Ал енді осы су ас қорытуға өте жақсы көмектеседі екен балалар. Ересек адамның денесінде 40-50 литр су болады екен. Қанның 83%, бұлшықеттердің 75%, мидың 74%, сүйектердің 22% судан тұрады. Денеде 20 литр су болмайтын болса, адам өміріне қауіптенеді екен. Сондықтан да суды өз мөлшерінде ішіп жүруіміз керек екен. Егер суды аз ішіп, денемізде 20%-дан төмен болатын болса, онда адамның миының жұмысы баяу істейді екен. Және жаңағы басымыз айналып, басымыз ауырады, тамаққа деген тәбетіміз болмай қалады, тұмаумен ауырған кезде және ыстық кездерде су ішіп жүруіміз керек екен. Мінекей судың өте осындай қасиеттері бар екен. Енді балалар сендерге екі топқа осы не бойынша сұрақтар берілген, соны жауабын дұрыс қойып бір оқушы жауап береді. Екі топтан және қолдарына жаңа смарт сағат беріп қойған, сол смарт сағатқа қалтасы сұраған сұрақтарыңызды қойып отырыңдар, балдар ұмытпай. Шадияна, бірінші топтан Шадияна шығарды. Қанның құрамында неше пайыз су болады? 83% су болады. Денеде неше пайыз су жетіспесе, адам өміріне қауіп төнеді? 20% су жетіспесе, адам өміріне қауіп төнеді. Бұлшық еттердің құрамында неше пайыз су болады? Бұлшық еттердің құрамында 75% су болады. Мидың неше пайызы судан тұрады? Мидың 74% судан тұрады. Жақсы. Екінші топтан Ошана шыға ғой. Қанның құрамында неше пайыз су болады? Қанның құрамында 83% су болады. Ересек адамның денесінде неше литр су болады? Ересек адамның денесінде 40-50 литр су болады. Бұлшықеттердің құрамында неше пайыз су болады? Бұлшықеттердің құрамында 78% су болады. Сүйектердің неше пайызы судан тұрады? Сүйектердің 22% судан тұрады. Жақсы балдар. Енді біз қазір су туралы өтіп жатырмыз. Судың пайдасын өтіп жатырмыз. Енді сол үшін суды не істеуіміз керек? Үнемдеуіміз керек. Қайда үнемдейміз, кім айтады? Апай, суға қоқыс тастамауымыз керек. Өте жақсы, назарбек не істейміз? Суды ағызбауымыз керек. Жақсы, Суды ағызбауымыз керек, ластамауымыз керек. Суға балшық тастамау керек. Жарайды, жақсы. Тағы да өте дұрыс айтасыздар. Суды бірден төкпей, тағы да суды үнемдейтіні, мысалға көкөніс, жеміс-жидектерді жуған суды бар ғой, үйдегі гүлге құйсақ болады екен, төк тастай салмай. Және тағы да тұқымды қайнатқан су болады ғой, оны да төк тастамай, жаңағы үйдің шаңын сүртуге болады екен. Күріштің суын, мысалы күрішті жуған кезде, оның суын басқа нәрсеге, ыдыс-табақ жууға пайдалансақ болады екен, балдар. Енді ойлайды, ары қарай таза сумен шай саламыз. Бұл да суды үнемдеудің бір түрі. Суды бет алды төгіп шашан беретін болсақ, су таусылар ма, балдар? Иә. Судың да жаңа таусылып қалып, азайып қалатын қаупі бар екен. Сондықтан да суды үнемдеуіміз керек екен. Енді балалар кітапты ашамыздағы 4-ші тапсырма. Мағынасына қарай сәйкестендіреміз. Айта ғой, Себа. Адам ағзасы судың пайдасы барлық мүше қажет етеді. Су ішу керек, дене температурасы жарақаттанудан қорғайды адамның өмірі. Дінәс айта ғой. Күнде таңертең оттегі тасымалдайды, қалдықтарды тазалайды, қауіп төнеді, мәжбүр болады, басы ауырады, тұмаумен ауырғанда тері жасушалары. Екінші топтан. Үміт айта ғой. Күнде таңертең оттегі тасымалдайды, қалдықтардан тазалайды, қауіп төнеді, мәжбүр етеді, басы ауырады, тұмаумен ауырғанда тері жасушалары. Күнде таңертең оттегі тасымалдайды, қалдықтарды тазалайды, қауіп төнеді, мәжбүр болады, басы ауырады, тұмаумен ауырғанда тері жасушалары. Өте жақсы балдар. Енді және тағы да мен су туралы мақал жаттап жатар келіп деген сыңарлы тап ойын арқылы мақалдың жалғасын табамыз. Шыға ғой. Ол екі тұрғанда шығады. Тау мен тасты су бұзар, азаматты сөз бұзар деген мақал шықты. Жақсы. Су жүрген жер береке, ер жүрген жер мереке деген мақал шықты. Жақсы. Ділнәс. Сол ыстың көзі, еңбек кістің көзі деген мақал шықты. Назарбек. Бір кісі қазан құдықта 1000 кісі су ішеді деген мақал шықты. Өте жақсы. Шыға ғой. Жауынмен жер көгерер, батамен ел көгерер деген мақал шықты. Шағынан. Таулы жер бұлақсыз болмас, сулы жер бұлақсыз болмас. Өте жақсы яра. Көлдің көркі құрақ, таудың көркі бұлақ деген мақал шықты.
жерге ырыс, жердегі ылғал елге ырыс деген мақал. Өте жақсы. Мақалдар жақсы жаттап келгеннен кейін балалар енді ғажайып алаң ойын арқылы сұрақтарға жауап береміз. Кім шығады? Ділнә шыға ғой. Арман 5-ші сыныпта оқиды. Қандай сан есім? 5-ші. Есепті. Реттік сан есім. Реттік сан есім. Ал кетеміз. Шадияна шыға ғой. Айта құсын олда. Қазақтың қандай ақындары мен жазушыларын білесің? Абай Құнанбаев, Ыбырай Алтынсарин, Әбділла Тәжібаев, Мұқағали Мақатаев, Мағжан Жұмабаев. Күз туралы өлең білесің бе? Абай, күз. Сой болып түсі суық қаптайды аспан, күз болыптың құлтыма жеті басқан, білмеймін тойған ма, тоңған ма, жол қойнап, ұяққа ашқан, қай жарысқан. Үміт шыға ғой. Білім екеуміз күнде 1,5 стакан литр шырынын қосып ішеміз. Қандай сан есім? 1,5 литр бөлшектік сан есім. Өте жақсы. Ал кет. Тәңір шыға ғой, сол тұсына. Менің анам күнде таңертең 1 стакан суға бал қосып ішеді. Қандай сан есім? Есептік сан есім. Жақсы балдар, өте тамаша. Балалар қолдарында санатты қалыптасуға ойнайтеміз. Тәңірім, бізге батқан жинады? Балмен алып бұл. Өте білмәс. Менікі орында. Кім? Назарбек? 9. Өте жақсы, де? 9. Жақсы. Балалар, үйге 8 тапсырманы аламыз. Және тағы ары қарай мәтін бойынша тапсырманы орындап келеміз. Қазір перебайлар жасаймыз. Сабақты өте жақсы түсіндім деген оқушы күннің суретін салады. Жақсы түсіндім деген бұлттың суретін салады. Әлі де оқуым керек, дайындалуым керек, талқылауым керек деген оқушы жаңбырдың суретін салады. Тез салып қол бірге қызылды ойындар. Болсақ тәңір қолымызды көтереміз. Тамаша, барлығымыз өте жақсы түсінген екенбіз, иә? Үйде мәтінді оқып, мазмұнын айтып беруге дайындалып келеміз. Сабақ осымен аяқталды. Жақсы сау болыңдар. Сау бол.